Жақында бір таксисті кездестірдім. Осы Алматыда. Сол маған айтады, отырмын, аға, мен сізді танып отырмын. Не болды? Менің проблемам бар, не болды? Айтады ғой, если нет проблем, купи козу деп. Не болды деймін. Мен енді осы таксист болып жүрмін. Содан дейді, бір күні қатыным айтты дейді, 3 балам бар дейді. Мен бір үйде отыра беремін ба? Психологиялық курсқа қатысайыншы деп. Пожалуйста, қанша? 540 мың теңге. Бір ай. Жақсы, төледім дейді. Бір айдан кейін қатыным айтты дейді. Болды. Мен қателесіп жүр екем. Мен өзімді өзім сүймейді екем. Мен енді сендерден бөлек тұрам. Рас. Міне. Шын айтамын, болған оқиға. Мен енді бөлек тұрам сіздерден деп айттым дейді. Сосын әкем айтты дейді. Келін, әкем 70-те дейді. Келін шырағым ау. Қайда кетіп барасың, біз тастап дейді. Ата, сізге өсу керек деп айтты дейді. Біздің қазіргі қазақтың трагикомедиялық жағдайы мынау, түсінсіз бе? Сонда айтты, жаным ау, мен 70-те, мен қайда өсем деп айтты. Содан дейді, жаңағы менің қатыным дейді, 3 баланы алып бөлек шығып кетті дейді. Қазір бөлек тұрады дейді, мен өзімді өзім сүйім керек, өзіме жағдайым жасауым керек. Мен қанша уақытты босқа жіберген екем, мына курс менің көзімді ашты, мен өзім сүймейді екем деп, мен не істеймін дейді. Мен айттым, не істейсің енді? Тілеп алған аурудың емі жоқ.